Саламатсыңдар ма балалар? Қазақ тіл сабағымызды бастаймыз. 120 сабақ. Сабақтың тақырыбы мәтін және сөйлем. Сабақтың мақсаты мәтін және сөйлем туралы түсінік беру, ережелерді еске түсіру, сұрақтарға жауап беру, туысыңа немесе досыңа ашық хат жазу, суреттер бойынша сөйлемдер құрастырып көру. Балалар, мәтін дегеніміз не? Ережені еске түсіріп өтейік. Мәтін дегеніміз мағына жағынан өзара байланысты екі немесе одан да көп сөйлемнен құралады. Мәтінге ат қоюға болады. Мәтін дегеніміз жаңа айтып өткендей мағына жағынан өзара байланысты екі немесе одан да көп сөйлемнен құралады. Мәтінде оқиға хабарланады, баяндалады, әңгімеленеді, құбылыс сипатталады, суреттеледі. Мәтіннің түрлері: әңгімелеу мәтіні, сипаттау мәтіні, пайымдау мәтіні. Сөйлем дегеніміз не? Сөйлем аяқталған ойды білдіреді. Сөйлем сөздерден құралады. Сөйлемдегі сөздер бөлек жазылады. Сөйлем бас әріптен басталып жазылады. Сөйлемнен кейін нүкте қойылады. Сөйлемде тыныс белгілері қойылады. Сөйлем лепті сөйлем, сұраулы сөйлем және хабарлы сөйлем болып үшке бөлінеді. Сөйлемдер сипатына қарай жай сөйлем, құрмалас сөйлем болып екіге бөлінеді. Жай сөйлем екі не үш сөз тіркестерінен жасалады. Құрмалас сөйлем екі не үш жай сөйлемнен жасалады. Балалар, оқулықтағы 5-ші тапсырмаға қараймыз. Мәтінді оқы. Анаға құрмет. Аналар күні қарсаңында біздің отбасымыздағы балалардың үлкені Асқар. Аналар күні жақын қалды. Анамызға сыйлық даярлайық деп ұсыныс жасады. Анамызға беретін сыйлықты өзіміз қолдан жасайық дедім. Асқар мектеп шеберханасынан үлкен қондырғы жасап әкелді. Мен оған ақ мата керіп, оның ортасына күннің суретін салдым. Маржан мен салған сурет бойынша кесте тікті. Бүкіл ғаламға сәулесін таратып тұрған күннің ортасына анамыздың суретін орналастырдық. Суреттің астына мен, ана біздің күніміз деп әдемілеп жаздым. Аналар күніне ерте тұрып үй жинадық. Маржан тамақ дайындады. Біз анамызды дастархан басына шақырдық. Анашым, мерекеңіз құтты болсын дедім күлімдеп. Біз сізді жақсы көреміз деп Асқар анамызды құшақтады. Маржан сыйлығымызды ұсынды. Ананы құшағымызға алып сүйдік. Аналар мерекесі қашан тойланады? Балалар, бәріміз білеміз, аналар мерекесі 8 наурызда тойланады. Мәтін кейіпкерлері аналарына қандай сыйлық дайындады? Олар аналарына кесте тікті. Өзің анаңа қандай сыйлық жасайсың? Сол сұраққа жауап беріп көріңдер. Мәтіннің анаға құрмет деп аталу себебін дәлелде дейді. Анаға құрмет дегені, ол жаңағы өздерін аналарын соншалықты құрметтегендері өз қолдарымен не істеді балдар? Кесте тігіп, оның ортасына аналарының суретін салып, суреттің астына ана біздің күніміз деп әдемілеп жазды. Мәтіннен қаратпа сөз бар сөйлемді тауып жаз дейді. Бұл жерде қаратпа сөз анашым, мерекеңіз құтты болсын дейді. Анаға қарап айтылып. Балалар, қаратпа сөздің ережесімен танысып өтейік. Сөйлегенде біреудің назарын өзіне аудару үшін айтылатын сөздер болады. Ондай сөздер қаратпа сөз деп аталады. Мысалы, балам, дәптеріңді таза ұста. Жаңа біз мәтінде анашым, мерекеңіз құтты болсын деген анаға қаратып айтылып тұр. Балалар, 6-ші жаттығуға қараймыз. Өлеңнің тиісті тыныс белгілерін қойып көшіріп жаз дейді. Дәптермен жұмыс. Дәптерімізді ашып, жақсылап, көркем, әдемі, ұқыпты етіп жазамыз.
бұл жерде кітапта ана біздің күніміз, ананың біз гүліміз, ұландарды қуантып, ұзақ өмір сүріңіз дейді. Бұл жерде тыныс белгілері толық қойылмаған. Енді біз тыныс белгілерін толық қойып шығамыз. Мен мына жерде тыныс белгілерін қойып шықтым. Ана біздің күніміз, өтірия, ананың біз гүліміз. Леп белгісі міне көңіл күймен, қуанышты кейіппен айтылып тұр. Ұландарды қуантып, өтір ұзақ өмір сүріңіз. Леп белгісі. Осылай тыныс белгілерін дұрыс қойып, дәптерімізге ұқыпты әдемі көшіріп жазып алайық. Балалар, 7-ші жаттығуға қараймыз. Ашық хат мәтіні бөліктерінің сұрағы мен сөзін сәйкестендір деді. Сендер де осылай жақсылап тыңдап алыңдар, дәптерлеріңе жазып, өз аналарыңа деген тілектеріңді жазасыңдар. Тыңдаймыз. Бірінші, кімге арналады? Екінші сұрақ, немен құттықтайды? Үшінші, қандай тілек жазылады? Төртінші, тілек білдіруші кім? Қаратпа сөз, қымбатты, аса қадірлі. Туған күніңмен немесе мерекеңізбен құттықтаймын. Тілектер, денсаулық, күш-қуат, өмір тілеймін. Ізгі ниетпен дейді. Енді жазамыз, бізде мысалы. Қымбатты, аса қадірлі анашым, сізді туған күніңізбен немесе мерекеңізбен құттықтаймын. Сізге зор денсаулық, күш-қуат, ұзақ өмір тілеймін. Ізгі ниетпен ұлыңыз немесе қызыңыз деп өз аты жөндеріңді жазсаңдар болады. Осылай туыстарыңа немесе достарыңа немесе аналарыңа ашық хат жазуларыңа болады. Балалар, 8-ші жаттығуда өздерің оқулықтағы сурет бойынша сөйлемдер құрастырып жазыңдар. Берілген суреттерге қарап оқулықтағы бірнеше сөйлемдер құрастырып жазамыз. Үй тапсырмасына осы 8-ші тапсырмаға қарап суреттер бойынша сөйлемдер құрастырып жазыңдар. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар. Назарларыңызға көп-көп рахмет.